Өмір ойын, ал ақша есептеу ұпайы. Ақша барлық жамандықтың басы деп айтып жатады. Ақшасыз болу туралы да солай айтуға болады. Ақшасыз есептеуге болатын жалғыз дүние қарыз. Ақша жақсы қызметші, бірақ жаман қожайын. Егер сіз мәселені ақшамен шешетіндей жағдайда болсаңыз, демек сізде мәселе жоқ. Келе беретін қонақтан құтылғың келсе, оларға қарызға ақша бер. Мемлекеттік ақша жоқ, тек салық төлеушілер бар. Ақшада маңызды дүниелер бар, бірақ ақшасыз оларды сатып ала алмайсың. Тапқаныңа қарағанда бір тиын азырақ жарады. Есіңізде болсын, ақша көбею қабілетіне ие. Идеалист біреуге баюға көмектесетін адам. Ақшаға қызмет етпеу керек, басқару керек. Байқалмайтын шығындардан сақ болыңыз. Кішкентай тесік үлкен кемені суға батырады. Ақша ақылды адамдар үшін құрал, ақымақтар үшін мақсат. Бизнесте ақшаны немесе тәжірибені аласың. Тәжірибені ал, ақша келеді. Абырой ақша сияқты, табу оңай, сақтау қиын. Ақшаны жарнамасыз тек монетный двор ғана жасай алады. Ақшаға бәрін істеуге болады дейтіндер, ақша үшін бәріне дайындар. Ақшаның сізге ешқандай маңыз жоқтай күйде жұмыс жасаңыз. Өмір сүруге ақша табу үшін жұмыс істеу керек, ал бай болу үшін басқа бірдеңе ойлау керек. Көп ақша табу батылдық, сақтау даналық, ал дұрыс жарату өнер. Айлық бұл қоғамның белгілі бір мамандыққа қаншалықты құрметпен қарайтынын өлшейтін құрал. Ақшаң көбейген сайын саған қатысы жоқ, ақшадан басқа ештеңе байланыстырмайтын таныстарың көбейеді. Қатты болсаң сындырады, жұмсақ болсаң қысады. Егер адамға балық берсең, күндік азығын тауып бергенің. Балық аулауды үйретсең, өмір бойы азығын тауып бергенің. Адал адам қорқатын басшы, ең жаман басшы. Үйренуде қиын, соғыста жеңіл. Қиял білімнен маңызды. Мыңдаған шақырымға саяхат бір қадамнан басталады. Кейде қымбат сөздеріңді арзан адамдарға айтқаның үшін қынжыласың. Ұлт тағдыры аналар қолында. Ақымақ достан ақылды жау артық. Кез келген адам басқа біреудің кемшілігін сынауға дайын, бірақ өзінікіне келгенде көр соқыр. Адам қанша ақылды болса, сонша аз сөйлейді. Сабырлы бол, қалағаныңды аласың. Қателікті мойындамау екі есе қателік. Жақсылық істесең жасыр. Егер саған жақсылық жасаса, айт. Егер сенде жоқ болса, түйе 2 тиынға да қымбат. Сен сөйлеген кезде сөзің үндемегеніңнен жақсы болу керек. Егер сіз өз кәсібіңізді бастасаңыз, тұрақты табыстан және жылдық бонустан бас тартасыз. Бізге ақша әрдайым жетеді.
Жетпейтіні өз арманы үшін өлуге дайын адамдар. Ең жақсы адамды емес, жөні түзу адамды іздеңіз. Әлемге сіз өзіңіздің түк мәні жоқ, ісіңіз маңызды. Қай жерде еңбек бар, сол жерде мүмкіндік бар. Ешқашан байқап көрмесеңіз, мүмкіндік бар жоғын қайдан білесіз? 30 жасқа дейін кішігірім компанияда жұмыс істеп, кәсіби мамандардан тәжірибе жинап, армандауды үйреніңіз. 35 жасқа жеткенде әлі де кедей болсаңыз, сіз сол жағдайға лайықсыз. Ешқашан берілмеңіз. Бүгін қиын, ертең одан да қиынырақ, ал арғы күні бұлт артынан күн шығады. Бәсекелестер туралы ойламаңыз. Тұтынушылардың қамын басты назарға алыңыз. Бірінші орында тұтынушылар, екінші орында әріптестер, үшінші орында ғана акционерлер тұруы тиіс. Егер бәсекелесіңіз сізден күшті болса, қорықпаңыз. Осал болса да оған теңдей қарауыңыз керек. Айналаңыздың барлығына дұшпандай қарасаңыз, олар шынында да сіздің жауыңызға айналып шыға келеді. Нағыз кәсіп иесінің жауы болмайды. Осыны түсінген сәттен бастап сізді ешкім де тоқтата алмайды. Ақымақтар ғана сөйлеу үшін аузын пайдаланады. Ақылдылар басымен сөйлейді. Данышпандар жүрек сөзін ғана айтады. Әлем жұмыс істемей ақша тапқысы келетін жалқаулар мен жұмыс істеп байығысы келмейтін ақымақтардан құралған. Менің қалжыңдау тәсілім шындықты айту. Одан асқан күлкілі дүние жоқ. Адамдарды өзіне түк қатысы жоқ іс көбірек қызықтырады. Тарихтан алуға болатын жалғыз сабақ ол адамдардың тарихтан ешқандай сабақ алмайтыны. Біз ауада құс сияқты ұшуды үйрендік, суда балық сияқты жүзуді үйрендік. Бізге бір ғана нәрсе жетіспейді. Ол жерде адам сияқты өмір сүру. Сөйлеуді үйренгенің өскенің, үндемеуді үйренгенің ақылыңның кіргені. Ақшаға сатып алуға болатын дүниенің бәрі арзан. Ешкімге ештеңе айтпауды үйреніңіз, сонда бәрі жақсы болады. Егер сізде де, менде де бір алма болса, оларды алмастырсақ, екеумізде де бір алмадан қалады. Егер сізде де, менде де идея болса, солармен алмасатын болсақ, әрқайсымызда 2 идеядан болады. 2% адам ойлайды, 3% адам ойлаймын деп ойлайды. Ал 95% адам ойланғаннан өлгенді артық көреді. Тобырдан кету ешқашан кеш емес. Егер адамдарға шындықты айтқыңыз келсе, дұрысы оларды күлдіріңіз. Болмаса, олар сізді өлтіреді. Қоғамға оптимистер де, пессимистер де пайдасын тигізді. Оптимистер ұшақ, пессимистер парашют ойлап тапты. Егер 30 жасыңда капиталист болмасаң, миың жоқ. Шешім қабылдап болып ойланғанша, ойланып шешім қабылда. Қарапайым болмай ұлы болу мүмкін емес. Биікке көтерілгісі келетін адам баспалдақ жасап шығады. Алыс жолдың өзі жақыннан басталады. Төсекте жатып ешкім сүрінбейді. Жаман адамның досы болғанша, жақсы адамның жауы болған артық. Қолыңнан келгеннің бәрін жаса, ал қалғанын тағдырға қалдыр. Білмегеніңді сұрасаң, 1 минут қана ұяласың.
Ал сұрамасаң, өмір бойы ұялып жүресің. 10 жасыңда керемет, 20 жасыңда данышпан, ал 30-дан кейін қарапайым адам боласың. Қараңғысыз жарық жоқ. Ашуың сенің, жауың сенің. Кім адамдарды жақсы көрсе, ұзақ өмір сүреді. Адам мінезбен туылмайды. Кім кедей, сол ақымақ. Ақша ақшаға келеді. Тірі кезіңде өл, өлместен бұрын тіріл. Біреудің сөзін қайталау түсінгендіктің белгісі емес. Ақылды адамдармен дос болыңыз. Ақымақ дос ақылды дұшпаннан да қауіптірек. Өлген соң мені молалардан іздемеңіздер, ғалымдардың жүрегінен іздеңіздер. Ғылымды сөз арқылы үйренсек, өнерде тәжірибе арқылы игереміз. Кейбір нәрсе қарапайым адамға мыс болып көрінгенімен, қадіріне жететін адам оның алтын екендігін біледі. Бұл әлем құдды тау сияқты. Біздің істеген істеріміз сол тау арасындағы айқайға ұқсайды. Ал одан шығатын жаңғырық біздің ісіміздің қайтарым іспетті. 10 адам бір үйге кіруге талпыныс жасаса, оның 9 ғана мақсатына жете алуы мүмкін. Қалған бір адам тағдыр солай деп қол қусырмай, өз кемшіліктерін іздегені жөн. Ғылымды үйрету үшін алдымен соны түсінетін орта керек. Қанша ақылды сөздер айтылғанымен, ол сөз жетім қалса, одан не пайда? Құлақ, ауыз, мұрын секілді мүшелер бірігіп адамды құрайды деп айтып жүрміз. Олай болса, сол мүшелер ескерткіште де бар ғой. Ерік жігерің мен күшің барда еңбек қыл. Сонда қазынаға тап боларсың. Жаңа нәрсеге қол жеткізгің келсе, пайдасыз ескі нәрселерден құтыл. Қайғыға тап болсаңыз, пайдасыз балағаттаудың орнына одан шығудың жолын іздеңіз. Отбасындағы ер мен әйел тең дәрежеде қарым-қатынаста болуы керек. Құр білген керек емес, білгеніңді іс қылған керек. Дүние қу, бірағын су. Нәпсі өзімшілдік пен мақтан шексіз көп жаман әдеттер туғызады. Сақ адам сандығын бекітеді. Дін тазасын ой табар. Бас көзі жұмылады, көңіл көзі жұмылмайды. Талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Наданның көзі соқыр, көңілі қар. Адамдар мал-мақтан үшін соғысып, өзі жек көретін өлімге жан тапсырады. Бәріне қанағат қыл да адал еңбек қыл. Мақтан үшін айтылған, жазылған сөздің құны болмайды. Адамда екі түрлі мақсат болады. Бірі тән мақсаты, екіншісі жан мақсаты. Көп талқысы аққан сел. Рух таза ақыл. Оқу білім үйренген адам өнерлі келетіні рас. Бірақ оны қандай іске, қандай мақсатқа жұмсамақ? Үйренген ғылыммен түрлі қару жасап, улы газдар тауып, басқа адамдарға аң есебінде оқ атып, әлсізді құл етіп, жер бетін адам қанына бүктірушілер де бар ғой. Ең өнерлі білімдіге саналатын Америка, Англия елдеріне қараңыз.
Арлы, ақылды адам қиянат, зорлық жасамайды. Өзімшілдік пен мақтанды сүймейді. Қиялдың да шегі бар. Бай мен кедей теңеу, байдың малын кедейге бөліп беру, кедейді еріншектікке, еңбексіз мал табуға дағдыландырып жіберетін жол. Бедел жинаңыз, ертең ол сізге жұмыс жасайтын болады. Мен 100% өзімнің күш-жігерімнен гөрі 100 адамның 1% күш-жігерімен пайда тапқанды қалар едім. Күндіз-түні жұмыс істеген адамның ақша табуға уақыты жоқ. Бизнеске негізделген достық, достыққа негізделген бизнестен артық. Әзіл айту мен қарыз алу кенет болу керек. Маған ойланатын адамдар емес, жұмыс істейтін адамдар керек. Ақша табу жолы көшеде қан төгіліп жатса да сатып алу. Ақша үшін ақша табуға барлық уақытын арнаған адамнан сұмырай және бейшара жанды білмеймін. Үлкен шығындардан қорықпау керек, аз пайдадан қорқу керек. Менің қандай нәрседен рахаттанатынымды білесіз бе? Жұмсаған күш-жігерімнің пайда әкеліп келгенін көру. Бәрін білетін адамнан ынтасы бар адамды жұмысқа қабылдар едім. Ақпейіл және ықыласты жүрек адамды жетелеуі тиісті. Сонда ғана оның еңбегі және табыстылығы ерекше мәнге ие болады. Адам болып дүниеге келу жеңіл, бірақ адам болу қиын. Адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес. Ой кеселдері, уайымсыздық, салғырттық, ойыншы күлкішілдік, қайғыға салыну, құмарға берілу. Надан адамның көзі болғанымен ойы болмайды. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең оқыт, мал аяма. Өзі шошқа, өзгені ит деп ойлар. Кей адам бүгін тату, ертең қату. Тілеуі, туыстығы бәрі сату. Уайымсыз салғырттық деген нәрсе бар. Ол Алланың, халықтың, дәулеттің, ғибраттың, ақылдың, ардың дұшпаны. Бірі бар жерде, бірі болмайды. Егер мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қолөнерлі қазақтың әулиесі сол. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектік, бәрі де ақымақшылық. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де ақымақшылық. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдай берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алып, жалынып, бас ұрып алған болыстық пен биліктің ешбір қасиеті жоқ.
Көптің аузын күзетіп күн көре алмайсың. Еңбексіз мал дәметкен қайыршылық. Сөзіне қарай кісі ал, кісіге қарап сөз алма. Ақырын жүріп анық бас, еңбегің кетпес далаға. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Надан ел қуанбас нәрсеге қуанады, ұялмас нәрседен ұялады. Ауруды жаратқан Құдай, бірақ ауыртқан Құдай емес. Ғылымды, ақылды сұқтайтұғын мінез деген сауыт болады. Еңбек қуаныш, жалқаулық арылмас азап. Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Олар надандық, еріншектік, залымдық. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі содан шығады. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Атымды адам қойған соң, қайтып надан болайын. Сұлуды сүю пайғамбар сүннеті. Балдың тәттілігі сонша, ең соңында ащылық сезіледі. Көп болған сайын дәмі кетеді. Ақылды сөз қылмақ қиын, ақылды сөзді, ақылды іс қылмақ одан да қиын. Нағыз шынайы достар алмас сияқты. Аса қымбат әрі сирек кездеседі. Жалған достар күзгі жапырақ тәрізді аяқтың астында. Өзінің ақымақ екенін түсінген ақымақ, ақымақ емес. Ізгілік тілесең, ізгі бол. Ақшаның еш мәні жоқ. Ол тек белгілі бір мақсатқа жету құралы. Ақша неге қабілетті екенін және ең бастысы, не істеуге күші жетпейтінін түсінуіміз керек. Наданмен қас болғанша, кітаппен дос бол. Заманға таң қалма, адамға таң қал. Адам өз-өзін жөндеуге кіріскен кезде, адам деген атқа лайық болады. Істеп көрген жан ғана кәсіпті игере алады. Көп білсе де, өзін ақылды етіп көрсетуге тырыспайтын жігіт мақтауға лайық. Жемісі бар ағашқа ғана тас атады. Ашушаңдық адамды бір сәтте ақымаққа айналдырып жібереді. Үндемеу ешқашан сатпайтын ұлы дос. Өз пайдаңды ойлама, ел пайдасыны ойла. Өз пайдаң соның ішінде. Егер үнемі шындықты ғана айтатын болсаңыз, сізге ештеңені есте сақтап жүрудің қажеті жоқ. Өзі шошқа, өзгені ит деп ойлар. Қылмысқа сылтау ғана керек. Маған достықта, шындықта қымбат. Дегенмен әрқашан шындықты бірінші орынға қоямын. Көп шуылдақ не табар, билемесе бір кемел. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Ауруды жаратқан Құдай, бірақ ауыртқан Құдай емес. Алатын кезде алға озып,
беретін кезде артта бұғып қалатын, алғанымен берген жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі үлкен олжа. Сен жаудан қашсаң, өмір сенен қашады. Әйелдің сайқалы бірді ғана арбайды, әдебиет сайқалының мыңға зиян тиеді. Ерте заманда қазақ ішінде қылмыс жасаған әйел заты үшін жазаның ең үлкені оның бұрымын кесу болған екен. Совет үкіметі орнағалы бері әйелдер өзін-өзі жазалап келе жатыр. Ақкөңіл дегеннің екі түрі бар. Аңғал ақкөңіл, ақылды ақкөңіл. Ой жетпейтін жер болмайды, күлкі жеңбейтін жау болмайды. Әділдікті мойындау адал кісінің ісі. Қуыс кеуде болғаннан артық қорқыныш та, қорлық та жоқ. Бақаның бағынан сұңқардың соры артық. Қара бет болып қашқанша, қайрат көрсетіп өлген артық. Өз ұлтын сыйламау, оны мақтаныш етпеу сатқындық. Өтіріктің балын жалап тірі жүргенше, шындықтың уын ішіп өлген артық. Ерлік елдің қасиеті, жүректілік жігіттің қасиеті. Ешкім іштен батыр болып тумайды. Батырлық та мінез секілді өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады. Жақсы сөз жанға жақын, құлаққа жағымды, ойға қонымды келеді. Сөз жылатады, жұбатады алады. Қайратыңа әдісіңді жолдас ет, әдісіңе ақылыңды жолдас ет. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген ел құл болмайды. Үміт өрге тартады, үмітсіздік көрге тартады. Жерге тер төгіп, халыққа қан төгіп қызмет етуден тайсалма. Белдескеннің белін сындыр, тірескеннің тізесін бүктір.